Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз 9 сынып алгебра 9 тақырып қайталанбайтын терулер, комбинаториканың негізгі формулалары, осыған байланысты о деңгейлі есептер қарастыратын боламыз. 9-та 4-ші есеп теңдеуді шешіңдер. Бірінші есепке қарасақ, сынның ннан 2 тең болады 28-ге. Бұны біз формула бойынша ашсақ, n факториал бөлінген 2 факториал көбейтілген n минус 2 факториал тең болады 28-ге. Бұл жерде біз n факториалды n минус 2 факториал көбейтілген n минус 1 көбейтілген n деп алатын боламыз. n минус 2 факториалдарды қысқартамыз, сонда тең болады n жақшаның ішінде n минус 1 бөлінген 2 тең болады 28-ге. Екі жағында 2 көбейтетін боламыз. Келесіде біз жақшаны ашып, 56-ны сол жақ қарай шығаратын боламыз. Сонда бізде n квадрат минус n минус 56 тең болады 0-ге. Біз дискриминант бойынша шығарамыз, яғни бізде d тең 225-ге тең болады 15-тің квадраты. Сонда бізде n1 тең болады минус 7. Бұл бізде теріс мән болғандықтан қабылданбайды. n2 тең болады 8-ге. Яғни осы есептің жауабы бізде n тең 8-ге. Келесі екінші есеп сынның n-нан n минус 3 тең 20-ға. Формула бойынша ашамыз. Сонда n факториал бөлінген n минус 3 факториал көбейтілген жақшаның ішінде n минус 3 факториал тең болады 20-ға. Яғни біз алдымен жақшаның ішіндегісін орындап алайық. Сонда бізде n минус n қосылған 3 қысқартамыз. Сонда бізде n факториал бөлінген n минус 3 факториал көбейтілген 3 факториал тең болады 20-ға. Бұл жерде біз n факториалды n минус 3 факториал көбейтілген n минус 2 көбейтілген n минус 1 көбейтілген n деп алатын боламыз. Ал мен n минус 3 факториалдарды қысқартайық. Сонда бізде n минус 2 көбейтілген n минус 1 көбейтілген n бөлінген 3 факториал тең болады 20-ға. Біз алдымен жақшаны ашсақ, сонда n-нің кубы алынған минус 3n квадрат қосылған 2n бөлінген 1 көбейтілген 2 көбейтілген 3 тең 20-ға. Біз екі жағында 6-ға көбейтеміз. Сонда бізде n-нің 3 дәрежесі алынған 3n квадрат қосылған 2n тең 120. Бұл жерде біз 120-ны сол жаққа қарай шығаратын боламыз. Сосын осылай ашып жазатын боламыз. Бұл жерде біз n квадрат сыртына шығарсақ, сонда n квадрат көбейтілген n алынған 6, екіншісінде біз 3n сыртына шығаратын боламыз. Сонда қосылған 3n көбейтілген n минус 6, үшіншісінде 20-ны сыртына шығаратын боламыз. Сонда қосылған 20 жақсының ішінде n минус 6 тең болады 0-ге. Бұл жерде біз ортақ мүшесін шығара болатын боламыз. Сонда бізде n минус 6 көбейтілген n квадрат қосылған 3n қосылған 20 тең 0. Біз бұларды жеке-жеке 0-ге теңестіретін боламыз. Сонда n минус 6 тең болады 0-ге, n тең 6-ға. Екіншісі n квадрат қосылған 3n қосылған 20 тең болады 0-ге. Дискриминант бойынша шығарамыз. Сонда бізде d тең минус 71-ге. Бұл бізде теріс мән болғандықтан қабылданбайды. Яғни бізде осы есептің жауабы n тең 6-ға. Үшінші есеп бізде сынның n-нан n минус 2 тең болады 36-ға. Формула бойынша ашсақ, бізде n факториал бөлінген n минус 2 факториал көбейтілген n минус жақшаның ішінде n минус 2 факториал тең болады 36-ға. Біз жақсаның ішіндегісін есептеп алайық. Сонда бізде n минус n қосылған 2, сонда бізде тең болады ол n факториал бөлінген n минус 2 факториал көбейтілген 2 факториал тең 36-ға. Біз n факториалды n минус 2 факториал көбейтілген n минус 1 көбейтілген n деп алатын боламыз. Ал мен n минус 2 факториалдарды қысқартайық. Сонда тең болады n минус 1 көбейтілген n бөлінген 1 көбейтілген 2 тең болады 36-ға. Біз екі жағында 2-ге көбейтейік. Сонда бізде n-нің квадраты алынған n тең 72-ге. Біз 72-ні сол жаққа қарай шығарып алайық. Осы есепте біз дискриминантты қолданатын боламыз. Яғни бізде d тең 289 тең болады 17-нің квадраты. Яғни бізде n1 тең болады минус 8-ге. Бұл теріс мән болғандықтан қабылданбайды. 2n тең болады 9-ға. Яғни осы есептің жауабы бізде n тең 9-ға. Келесі 9-та 5-ші есеп, асхана мерзімінде 7 түрлі сұйық тағам, 9 түрлі қою тағам және 4 түрлі сусындар ұсынылған. Сұйық, қою және сусыннан тұратын түскі асты қанша тәсілмен таңдауға болады? Бұл есепте біз осылай шығарып алатын боламыз. Сынның 7-тен 1-і көбейтілген сынның 9-дан 1-і көбейтілген сынның 4-тен 1-і деп алатын боламыз. Яғни формула бойынша ашсақ, бізде біріншісі 7 факториал бөлінген 1 факториал көбейтілген 7 алынған 1 факториал. Екіншісі 9 факториал бөлінген 1 факториал көбейтілген 9 алынған 1 факториал. Үшіншісі бізде 4 факториал бөлінген 1 факториал көбейтілген 4 минус 1 факториал болады. Бұл бізде тең болады 7 факториал бөлінген 1 факториал көбейтілген 6 факториал көбейтілген 9 факториал бөлінген 1 факториал көбейтілген 8 факториал көбейтілген 4 факториал бөлінген 11 факториал көбейтілген 3 факториал болып келеді. Бұл жерде біз 7 факториалды 6 факториал көбейтілген 7 деп, 9 факториалды 8 факториал көбейтілген 9 деп, 4 факториалды 3 факториал көбейтілген 4 деп алатынбыз. Яғни бұл жерде біз артық факториалдарды қысқартамыз. 8 факториалды да 3 факториалды қысқартатын боламыз. Сонда бізде 7 көбейтілген 9 көбейтілген 4 тең 252-ге. Яғни бізде 252 тәсілмен таңдауға болады. Келесі 9-та 6-шы есеп теңдеуді шешіңдер. Бірінші есепке қарайық. Бұл бізде сынның 2n қосылған 1-тен n минус 1 бөлінген сынның 2n-нан n плюс 1 тең болады 5 бөлінген 3. Формула бойынша ашып алатынымыз. Біріншісі бізде 2n плюс 1 факториал бөлінген n минус 1 факториал көбейтілген жақшаның ішінде 2n қосылған 1 алынған жақшаның ішінде n минус 1 факториал
бөлінеді. 2n факториал бөлу n плюс 1 факториал көбейтілген 2n минус n плюс 1 факториал тең болады 5-тен 3. Яғни бұл бізде алдымен жақшаның ішіндегіні қысқартып аламыз. Сонда бізде осылай болып келеді. Бұл жерде біз 2n плюс 1 факториалды 2n факториал көбейтілген 2n плюс 1 деп аламыз. Және бұл жерде бізде бөлу болғандықтан біз оны көбейтетін боламыз. Сонда осылай болып келеді. Бұл жерде біз 2n факториалды қысқартып аламыз. Және n минус 1 факториалды да қысқартамыз. Сонда бізде 2n плюс 1 факториал бөлінген n плюс 2 факториал көбейтілген n плюс 1 факториал тең болады 5 бөлінген 3. Бұл жерде біз 2n плюс 2 факториалды n факториал көбейтілген n плюс 1 көбейтілген n плюс 2 деп алып алатын боламыз. Және n плюс 1 факториалды n факториал қосылған n плюс 1 деп алып аламыз. Бұл жерде біз n факториалды қысқартамыз және n плюс 1-ді де қысқартамыз. Сонда бізде 2n қосылған 1 бөлінген n плюс 2 тең болады 5 бөлінген 3. Ол бізде 2n қосылған 1 тең болады 5 бөлінген 3 көбейтілген n қосылған 2. Ол бізде осылай болып келеді және осылай келтіріп аламыз. Сонда бізде 1 бөлінген 3 көбейтілген n тең болады 7 бөлінген 3. Сонда бізде n тең 7-ге. Яғни осы есепте бізде n тең 7-ге тең болады. Келесі екінші есеп a-ның 2x қосылған 3-тен x минус 1 бөлінген a-ның 2x-тан x қосылған 1 тең болады 1 бөлінген 3, 30. Яғни бұл бізде осы формуланы қолданатын боламыз. Сонда бізде осылай болып келеді. Бұл жерде жақшаның ішіндегісін алдымен орындап алайық. Бұл бізде тең болады осылай. Және оны қысқартсақ, 2x қосылған 3 факториал бөлінген x қосылған 4 факториал бөлу 2x факториал бөлінген x минус 1 факториал тең болады 1 бөлінген 30. Бұл жерде бөліп тұрғандықтан біз оны көбейтуге келтіріп алатын боламыз. Және келесіде біз 2x қосылған 3 факториалды 2x факториал көбейтілген 2x плюс 1, 2x плюс 2, 2x плюс 3 деп алып аламыз. Және x қосылған 4 факториалды x минус 1 факториал көбейтілген x көбейтілген x плюс 1, көбейтілген x плюс 2, көбейтілген x плюс 3, көбейтілген x плюс 4 деп аламыз. Келесіде осы 2x факториалды қысқартамыз. Және x минус 1 факториалды да қысқартатын боламыз. Сонда бізде осылай болып келеді. Бұл жердегі жақшаларды ашсақ, біз осылай болып келеді. Яғни бұл есепте бізде жауабы шықпайды, яғни бұл есепте жауабы жоқ. Үшінші есеп бізде с-ның n-нан 2 көбейтілген a-ның n-нан 2 тең болады 32-ге. Формула бойынша ашсақ, бізде n факториал бөлінген 2 факториал көбейтілген n минус 2 факториал көбейтілген m факториал бөлінген n минус 2 факториал тең болады 32-ге. Бұл жерде біз n факториалдарды n минус 2 факториал көбейтілген n минус 1 көбейтілген n деп алатын боламыз. Ал мен n минус 2 факториалдарды қысқартайық. Сонда бізде осы түрге келеді. Бұл жерде біз n минус 1 көбейтілген n-дарды көбейтеміз. Сонда бізде жақшаның ішінде n квадрат қосылған n-ның квадраты бөлінген 1 көбейтілген 2 тең болады 32-ге. Біз екі жағында 2 көбейтетін боламыз. Сонда тең болады 64-ге. Яғни келесіде болып тең болады. n-ның квадраты қосылған n тең болады плюс минус 8-ге. Бұны біз жеке-жеке есептейтін болсақ, сонда бізде n квадрат плюс n тең болады минус 8-ге. Бұл бізде теріс мән болғандықтан бұны есептелінбейді. Келесіде n квадрат плюс n тең болады 8-ге. Дискриминантты қолданатын болсақ, бізде d тең 33-ге. Яғни бізде n1 тең болады. Минус 1 қосылған турасында 33 бөлінген 2. n2 тең болады. Минус 1 алынған турасында 33 бөлінген 2. Бұл бізде бүтін сан болмағандықтан бұл есепте жауап жоқ болады. Яғни шешім жоқ. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше.